тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы мерекесі қарсаңында және де биылғы 21 жыл Қазақстанда балалар мен жасөспірімдердің кітап оқуын қолдау жылы аясында ауқымды іс-шаралар ұйымдастырдық. Солардың бірін атап айтатын болсақ, біз ертегі терапиясы атты жоба ұйымдастырған болатынбыз. Осы жобаның аясында тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 ертегі атты челлендж ұйымдастырдық. 22 қарашадан бастау алды. 10 желтоқсанға дейін негіз өткізуіміз керек еді. Бірақ балалардың саны өте көп болып кеткеннен кейін бұны біз 8 желтоқсан күні ертерек тоқтатуға мәжбүр болдық. Біз бүгін тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 ертегі челленджінің қорытынды кешіне жиналып отырмыз. Думалай, әлі болса мен болай, мен атадан қастым, мен матадан қастым, мен қояннан қастым, мен қасқырдан қастым дейді. Осы тіне қастым дейді. Созаным. Бұл челленджға көп балалар қатысты, тек қана біздің қаламыз Теміртау қаласының ғана оқырмандар емес, сонымен қатар еліміздің жан-жағынан Шығыс Қазақстан облысы, Нұр-Сұлтан қаласы және де осы Қарағанды облысының Егіндібұлақ ауылының балалары үлкен белсенділік танытып қатысты. Сонымен қатар Алматы облысынан да біраз балалар қатысты. Сондай үлкен қызығушылық танытты балаларда. Одан кейін бізде әртүрлі балаларымызға арналған тегін үйірмелер жұмыс жасайды. Атап айтатын болсақ, қол өнер үйірмесі, шебер қолдар үйірмесі. Бұл үйірмеге балалар келіп, қазақтың қолданбалы өнерімен танысып, өз қолдарымен әртүрлі қазақтың бұйымдарын жасайды. Және де ағылшын тілін үйренейік үйірмесі жұмыс жасайды. Бұл үйірмеге де балалар үлкен қызығушылық танытып келеді. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай көп шаралар ұйымдастырылды бізде. Олар бізде кездесу кештері және де тәуелсіздік толғауына байланысты біздер енді кітапхана болғаннан кейін кітапты насихаттаймыз. Осы кітапты насихаттау бойынша біздер қасымызда орналасқан қазақ мектептері және бала бақшаларының балаларымен тығыз жұмыс жасаймыз. Олардың мектептеріне барып кездесу кештерін өткіземіз. Тәуелсіздік толғауына байланысты тәуелсіздіктің шежіресін айтып, тәуелсіздік тарихымен балаларды таныстырып, кітаптарымызды насихаттап, тәуелсіздік толғауына арналған кітаптарымызды насихаттап, сондай үлкен ауқымды шаралар өткіздік. Алла қаласа, бұйыртса, осы жаңағы челленджді өткізу арқылы біз балалардың өте сондай қызығушылық танытатын аңғардық. Енді осы дәстүрімізді одан ары қарай жалғастырып, тек қана ертегілер ғана емес, сонымен қатар үздік әдебиеттер челленджін ұйымдастырсақ деген ойдамыз. Және де болашақта алдымыздағы 2022 жылы оқу жылдамдығына байланысты балалар арасында чемпионат өткізбек ойымыз бар. Солын жоспарлап отырмыз. 2022 жылға жоспарымызда ол дәстүрге айналып, яғни 2022 жылғы чемпион, 2023 жылғы чемпион деп сөйтіп жылда сондай кітап оқудың оқу жылдамдығы тек қана оны оқу техникасы ғана емес, сонымен оқығанын мәнерлеп, мазмұндап айтып беретін балалардың чемпионатын ұйымдастырмақ ойымыз бар.